Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз Бетонная утопия атты фильмге шолу жасаймыз. Көп қабатты үйдің тұрғындары жер сілкінісінен кейін тірі қалғандардан үйлерін қорғауда. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Фильм архивтік документалды фильмнен бастау алады. Кадрда көп қабатты үй тұрғызу арқасында қаладағы адамдарды үймен қамтамасыз ету оңайға түскен айтылуда. Бұның барлығы көп аудандарда көп қабатты үйдің тығыз орналасқанына алып келген. Келесі кадрда үлкен қала сұмдық жер сілкінісінен қақ айырылуда. Оқиға жас отбасы мемлекеттік қызметкер Минсон мен әйелі медбике Мьонхванның пәтеріне ауысады. Азанда оянған жігіт жан жағындағы барлық үйдің қирағанын, тек өздерінің көп қабатты үйлері аман қалғанын аңғарады. Төменде тірі қалғандар суықтан пана табу үшін үйге кіруде. Зардап шеккендердің мұңдарын тыңдағаннан кейін әйелі азық-түлікті есептеп жатқанда Мьонсон сумен қамтамасыз етілуде. Олар көмек жақында келеді деп үміттенеді. Олар қиранды арасынан аудандағы тірі қалғандардың аман қалған үйге ағылып жатқанын әлі білмейді. Түнде олардың есігін кәрі кемпір қағып, немересімен жылынып алу үшін үйге кіргізуін өтінеді. Мьонхванның оларға жаны ашып, қонақтарын жайғастырады. Азанда мен сауданың ақшамен емес, керекті заттармен алмастыру арқылы жүріп жатқанын көреді. Азық-түліктің жетіспеушілігі үй тұрғындары мен бөтен адамдар арасындағы бірінші қақтығысқа алып келеді. Сағатын айырбастап алған консервіленген банкасын қиындықпен алған ер адам пәтеріне қайтады. Ер адамға әрең тапқан азығын қонақтармен бөліскен ұнамайды. Кейін олар әйелі екеуі тағы бір қақтығыстың куәсі болады. Мьонхва жаралы адамға көмектескісі келгенде пәтердің бірінде өрт шығады. Сол сәтте анасын қарауға келген жаңа тұрғын Йонтак Миннің көмегімен өртті сөндіреді. Кейін жағдай анықтала келе, өрттің шығуына пана іздеп жүрген адамдар кінәлі екені анықталады. Тұрғындар үй комитетінің басшысы ГННің бастауымен жиналыс ұйымдастырады. Біреуі бөтендердің барлығын қуып шығуды ұсынады. Жиналыс төбелеске ұласа кете жаздайды. Жағдайды жергілікті тұрғындар жақтырмайтын бай ауданның адамдары келгені қиындатады. Әйел мемлекет қызметкері Миннан мемлекетте бұндай төтенше жағдайда қандай жоспар бар деп сұрайды. Ол бірінші кезекте басшы тағайындауды ұсынады. Тұрғындар көп ойланбастан батыр Йонтакты басшы етіп тағайындайды. Содан кейін адамдарды қалдыру немесе қуып шығу керек дейтіндер дауыс береді. Нәтижесінде қуып шығу керек дейтіндер көп дауыс жинайды. Кешкі адамдарға жаны ашыған Мьонхва күйеуінен қай жаққа дауыс бергенін сұрайды. Ер адам күндіз жер сілкінісі басталғанда жан сауғалап қашып кеткенін есіне түсіріп жауап бермейді. Азанда Йонтак әрі қарай не істеу керектігін ойластырады. Ол Минді құқық қорғаушы етіп тағайындайды. Ер адам жақында ғана әскерден келген. Кейін басшы ГННмен қосылып, адамдарды шығарған кезде қауіпсіздік үшін әскерде болған адамдарды жинайды. Ер адамдардың бірі ауруын сылтауратып кетіп қалады. Оған қоса олар қарулану керек деп шешеді. Өйткені босқындар тұрғындардың бірін пышақтап үлгерген. Ертесі күні босқындардың барлығына бос үйді үйлестіріп беру үшін деп сылтауратып, үйдің алдына шығуды сұрайды. Содан кейін құқық қорғаушы топ қолдарына қару ұстап үй алдына шығады. Қалған тұрғындар кірер жерді жабады. Содан кейін Йонтак жиналғандарға біреудің үйінен кетуін сұрайды. Әрине бұндайға жер сілкінісінен жапа шеккендер разы болмайды. Олар келіссөз жүргізу үшін жергілікті конгрессменді шығарады. Бірақ политик тірі қалғандарға бірігіп тұрғындардың бетін қайтаруға шақырады. Сол сәтте Йонтак оларға жақсылықпен кетуді ұсынады. Бірақ оның орнына конгрессмен жиналғандарға ішке күшпен енуге бұйрық беріп қақтығыс басталады. Шабуылдаушылар әйнек есікті шағып ішке еніп кетеді, бірақ қорғаушылар оларды ұстап қайта сыртқа шығарады. Солай қақтығыстан тұрғындар жеңіп шығады. Алдыңғы шепте тұрған Йонтак басынан жарақат алады. Оның беті қан жосау болғанда шабуылдаушының қаруын тартып алып, қаһармен адамдарды қуып жібереді. Артынша тұрғындар бөтендерге төбеден заттарды лақтырып қашуларына себеп болады. Жеңіске жеткен тұрғындар Йонтакты пір етіп қолын көтереді. Содан кейін ГНН жан-жақты тазалау жұмыстарымен аумақты қоршауды, азық-түлікті үлестіру және тұрғындардың міндеттерін айқындауды ұйымдастырады. Онымен қоса тұрғындар сырттан жанармай мен керекті заттарды тасиды. Йонтак жаңа әлемде адамдарды ұйымдастыра алғанына қуанады. Кезекті сыртқа шығу кезінде тұрғындар қатып қалған адамдарды көреді. Олардың ішінде конгрессмен де бар. Тек бұзылған тамақты тауып, азық-түлік азая бергендіктен қорғаушы топтың ерік-жігері түсе бастайды.
Мен Йонтакпен сырласып тұрғанда әйелі көршілерінің бірі бөтендерді үйінде тығып отырғанын біледі. Олардың ішінде кезінде өздерінен пана тапқан кемпір немересімен бар. Әйел баланы рацияға шақырып көмегін ұсынады. Мен осы уақытта топпен бірге дүкенге жетеді. Қалғандары есікті ашумен әлек болып жатқанда ол жан-жағын барлап жүреді. Қайта оралған Мен бір адамның топқа қару кезеніп тұрғанын көреді. Артынан білдіртпей келген Мен оған шабуыл жасайды. Қорғаушы топ оның қаруын тартып алады, ал Йонтак ашуға мініп қарусыз адамды соққыға жығады. Содан кейін тұрғындар азықтың барлығын алып кетеді. Мен кеткелі жатып, соққыға жығылған адамның жанында екі кішкене қыздың жылап тұрғанын көреді. Апат болғаннан кейін 2 ай өтті. Қирандылар арасында кішігірім топтар өмір сүруде. Олардың араларында аман қалған тұрғын үйдің адамдары адам етін жейді екен деген өсек тараған. Йонтактың тобын байқаған тірі қалғандар шошынып, жан-жаққа тығылуда. Сол уақытта тұрғын үйде жаңа жыл қарсаңына мереке ұйымдастырылады. Мереке тірі қалғандар арасындағы Хевон есімді қыздың келгенінен тоқтайды. Кезінде қыз осы жерде тұрған, бірақ анасы күйеуін тастап кеткендіктен көшіп кеткен. Йонтак бұл фактілерге сүйене келе тұрғындарға қызды жаңа тұрғын ретінде таныстырады. Содан кейін тұрғындардың сұрауымен ән шырқайды. Мелодия даусымен өткен шаққа ауысамыз. Ер адам көлігімен тұрғын үйге келеді. Оның нағыз есімі Себон, бірақ пәтер үшін қара риэлтор нағыз Йонтакқа ақша берген. Екеуінің арасында жанжал шығады. Алдымен алаяқ ер адамды пышақтап, одан кейін өз басымен соқтығысады. Себон алаяқты ауру анасының көзінше соққыға жығып өлтіреді. Содан кейін оған әйелі хабарласып, қолынан түк келмейді деп айыптайды. Себон тұтқаны қойып үлгерместен радиодан хабарлаған метеориттің кесірінен болған жер сілкінісін терезеден көреді. Кезекті азық тарату кезінде тұрғындардың бірі неге қауіпсіздік топқа өздерінен қарағанда көп азық береді деп шағымданады. Олар сырттағы адамдарды тонап өлтіріп жүр деп айыптайды. Оны естіген Мюнхва күйеуінен сыртқа шыққанда біреуді өлтірдің ба деп сұрайды. Мен дүкен қожайынмен болған қақтығысты баяндап, бірақ оның өлі тірісін білмейтінін айтады. Әйелі оның бұл істі тастағанын қалайды. Мюнхва Йонтактың көршілеріне барып бөтендерге азық беріп жүргенін аңғарғанын біледі. Онымен қоса ер адам жаңадан келген көршісіне алаңдап жүреді. Бірақ ер адам оны ұнатқандықтан емес, қыз нағыз Йонтакты білуі мүмкін. Қызға оны жақсы білетін меңзеп ер адам кетіп қалады. Кейін Мюнхва қызды тексеріп отырып, сыртта жағдай қалай екенін сұрайды. Жауап қанағаттандырарлық емес, нағыз ақырзаман дерсің. Басқа елдер сырттан келген қызға барлығы қамқор болып жүргеніне разы еместігін айтқанда, Хевон ашуланып кетеді. Ашуға мінген қыз Мюнхваға Йонтактан қарағанда бұл жер оның үй екенін, бірақ ер адамға неге екені белгісіз осы жерде тұруына ешкім кедергі келтірмегенін айтады. Айқай шыққанда олар әңгімелерін аяқтап үлгермейді. Қақпа алдында сырттағылар тұрғындардың бірін өлтіріп, қанмен жолдама жіберген. Йонтак күзетті күшейтіп ешкімді шығармауға бұйрық береді. Ал өзі бөтендерді тығып отырған адамның үйіне тінту үшін барады. Бөтендерді тапқан ер адам күзетке оларды қуып шығуды бұйырады. Мен бұл адамдар кім дегенде әйелің біледі деген жауап алады. Ер адам әйелімен тілдесіп, басшының бұл жердің тұрғыны еместігін біледі. Бірақ мен бұндайға сенбей, басшыдан кешірім сұрау үшін барады. Йонтак жігітке сен ештеңке істемедің, бәріміз отбасымызды құтқару үшін тірлік істеудеміз дейді. Қорғаушы топ пәтердің барлығын тінтіп, бөтендерді жасырған адамдардың үйін қызыл бояумен белгілейді. Ондай адамдар көп болып шығып, Минға күш қолдануға тура келеді. Жігіт өзін кінәлі сезіне бастағанда, Йонтак жігерді көтеретін сөз айтып, олардың еңселерін тіктеп алады. Барлық бөтендерді тізіп қойып, Йонтак тұрғындар алдына шығып сөз сөйлейді. Ол кінәлілерге 200 рет кешірім сұрауды бұйырады. Бірақ бұл аянышты көріністі бірінші пәтердің қожайыны бөледі. Ол қылтимаға шығып, жиналғандарға қатыгез болмаңдар деп көпшілік көзінше төмен секіреді. Қауіпсіздік тобы өліктерді өртеп жатқанда жаңа жер сілкінісі орын алады. Сілкіністен жер астынан су шығып, адамдарды қуантуда. Өздері жалғыз қалғанын пайдаланған Мюнхва Хевоннан көршісі бөтен адам екеніне неге сенімді екенін сұрайды. Қыз оған бір күні өзіне қателікпен келген жолдаманы апарып бергенін айтады. Есікті ашқан нағыз Йонтак мүлдем жағымсыз болып есінде қалған. Екі қыздың үйге бірге кіргені басшының назарынан тыс қалмайды. Оған бұл көрініс мүлдем ұнамайды. Кезекті сыртқа саяхат кезінде қауіпсіздік топ басшыларының ой тұңғиығына батып жүргенін аңғарады.
Қирап қалған дүкенге жеткен Мин тар жермен жағдайды барлау үшін кіреді. Ол азық-түлік толы аман қалған дүкенді табады. Йонтактың жоқтығын пайдаланған қыздар қылтима жағынан қабырғаны бұзып, ішке еніп дәлел іздейді. Бірақ ол жерде ешқандай сурет қалмаған, тек дұрыс сөйлей алмайтын ауру кемпір бар. Қайтқалы жатқан қыздар бекітілген кір жуғышты ашып, паршаланған нағыз Йонтакты табады. Қауіпсіздік тобы көп азық алып үйге қайтады. Тар жермен өткен олар тұзаққа түсіп қалады. Сырттағы адамдар оларға төбеден тас лақтыруда. Қақтығыс басталып, тек қарудың арқасында жараланғандарды алып қашып кетеді. Баласынан айырылған Гме Йонтакты бас салып, оны қаншер деп айыптап, берілген тапсырманы орындай алмадың дейді. Отқа майды нағыз Йонтактың құжатын жерге лақтырған Мюнхва құяды. Артынша көмекшілері нағыз Йонтак жасырылған кір жуғышты алып келеді. Халық шу ете қалады. Тұрғын үйдің бірінші ережесі үйде тек үй иелері тұра алады. Ал ер адам тұрғын емес. Мен халықты тыныштандырып, басшыдан анық-қанығын айтуын сұрайды. Сезімге ерік берген ер адам өзін риэлтор алдап кеткенін, демек оның меншігі енді өзінікі екенін айтады. Жаңа жау тапқан тұрғындар бөтендерді қуып жібергеніне ер адамды кінәлайды. Топ ер адамды қуып шығу үшін қақпаға қарай итереді. Бірақ жалған Йон атып шығып, өзінің өтірігін ашып, ақыр заманда басшы атағынан айырған Хевонға қарай жүгіреді. Тұрғындар оны ұстап үлгермейді. Ер адам қызды құздан лақтырып жібереді. Мен қару кезеніп, одан неге бұлай істегенін сұрайды. Бірақ оқ жоқ болғандықтан қаруынан айырылады. Басшы қаруды оқтап, бірақ атып үлгермейді. Қақпа құлайды. Сыртта тірі қалғандар үйге қарай бет алуда. Абдыраған тұрғындар үйге жүгіруде. Йонтак шабуылдаушыларға қарумен атады. Оғы біткен сәтте аш босқындар оны бас салады. Мен әйелін пәтердің бірінде жасырмақ болады. Бірақ қорғанысты бұзып кіргендер оларды ұстап алады. Олар тойтарыс береді, бірақ үйге шабуыл жалғасуда. Ашуға булыққан босқындар басты қақпаға шабуылдауда. Йонтак бастаған қорғаныс тобы оларды ұстауға әрекет жасауда. Жағдайды бағамдаған Мен әйелін алып қашады. Сол сәтте қолдан жасалған жарылғыш зат іске қосылады. Йонтак оны соңғы сәтте лақтырып үлгереді. Қақтығыс орнындағылардың барлығы зардап шегеді. Абдыраған жаралы басшы үйіне демалу үшін ақсаңдай басып кіреді. Пәтеріне жеткен ер адам ессіз еденге құлайды. Ол өлім аузында жатқанда шабуылдаушылар оның соншалық қорғаған үйін тонайды. Қалған тұрғындарды түн ішінде қуып шығады. Азанда жаралы Минсон мен Мюнхва тұрғын үйден алысқа бет алады. Олар түнеуге қираған ғимаратқа жайғасады. Бірақ азанда тек Мюнхва оянады. Күйеуі түнде жан тапсырған. Жылап отырған Мюнхваны басқа тірі қалғандар тауып алады. Олар қызға бірге жүруді ұсынады. Бұл жердің тұрғындарын алаңдататын жалғыз дүние, тұрғын үйдің адамдары адам етін жейтіндері рас па? Мюнхва бұның өтірік екенін, ол жерде тек қорыққан қарапайым адамдар тұрғанын айтады. Камера қирандыларда бірігіп, өмірге бейімделген адамдарды көрсетіп, алыстай береді. Осылай фильм аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.